арналған әнді тыңдаудың өзі бір ғанибет. Ал оны ағайынды жігіттер шырқаса тіпті ғажап. Қызылордалық Бақытбек Махамбетовтың ақын Жонас Мақұлының мұрагерлер әнімен, Өркен Асан және Азамат Ортаев айналайын ансамблімен. Бірі 36-шы гимназиядан, ал екіншісі 128-ші мектептен. Қолдашы топ өздеріңіз танып алыңыздар. Кімге қол соғасыздар? Қошемет! Жанардың сахнадағы алғашқы қадамының өзі сәтті басталды. Оны ән өнеріне баулып отырған тұңғыш ұстазы әкесі Бақберген. Айналайын құлыным, өмірдегі қызығым, сезесің бе жан балам, жүрегімнің
кешесің айыбымды. Мен үшін басиетің, бар үлкен қасиетің. Мен үшін басиетің, бар үлкен қасиетің. Есігін ашқан алдан, көп менде тосқан арман. Жүресің биік қойып, сен мені басқалардан. Жүрегің қайырымды, кешесің айыбымды. Мен үшін басиетің, бар үлкен қасиетің. Мен үшін басиетің, бар үлкен қасиетің. Анажан. Рахмет. Мейрамбек, мүмкін болса сізге бір ауыз сұрақ қойсам. Сіз енді мынау бала кезден бастап ән салып келе жатырсыз. Өзіңіздің соңыңыздан еріп келе жатқан кішкентай ізбасар әншілерге айтар қандай тілегіңіз бар? Енді кешір құрметті ағайындар, бүгін Өркенге өнеріне үлкен ақ жол тілеп бүгін келіп отырмын. Құдай қаласа, алдарыңызда талай әнді шырқатып, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Өркенге ақ жол тілеймін өнеріне. Рахмет. Мейрамбек Беспаев пен Өркеннің орындауында тыңдаған әндеріңіз анаға арнау. Рахмет. Сөзін жазған Ибрагим Исаев десек, әнін өмірге әкелген алдарыңызда тұрған осы кештің жүргізушісі Алтын Маханбетова. Ой, кішкене ыңғайсызданып қалдым бір түрлі. Бәріміз де енді анаға, анамыз бізді дүниеге әкелген туған күнге қарыздарымыз ғой. Бәрекелді. Келесі концертке мен де бір ана туралы ән жазып келем. Қош, Сержан. Енді оны Жарайды, оны уақыт көрсетер, олай болса келесі әнге кезек берелік. келесі әнде үлкен мән бар. Туған күніңмен.